Уәлихан қаза болғанда Шоқанның әкесі Шыңғыс 10 жаста болған. Кейіннен ел басқару ісі оның 38 жастағы жесірі Айғанымның қолына тиеді. Сібір қазақтарының жарғысы қабылданғаннан кейін солтүстік Қазақстан өңіріндегі көптеген мәселелердің шешілуіне оның оң ықпалы тиген. Бірақ бұл ұзаққа созылмай 1822 жылы Спиранскийдің Сібір қазақтарын басқару атты ережесі шығады. Орта жүздің хандығы жойылып, халық Құсмұрын, Көкшетау, Ақмола, Баян, Қарқаралы, Аягөз деген 6 дуанға бөлініп кетеді. Айғаным Көкшетау дуанына біраз жыл аға сұлтан болып тұрады. Бұл туралы ғалым Әлкей Марғұлан. Айғаным ақылды, көреген, өз заманына сай білімді болған әйел. Ол шығыстың бірнеше тілдерін білген. Орыс мәдениетіне ден қойып, Сыртқы істер министрлігінің Азия департаментімен және Петербордағы Сібір комитетімен хат жазысып, байланысып отырған. Айғаным жергілікті халықтың арасында өте зор беделге ие болды. Мұрағат мәліметтері Айғанымның қоғамдық саяси мүдделерінің өте ауқымды болғанын көрсетеді. Сібір қырғыздары жөніндегі жарғы қабылданғаннан кейін орталық және солтүстік Қазақстандағы қандай да маңызды оқиғалар оның қатысуынсыз өткен емес, деп жазады Шоқан Уәлиханов туралы зерттеулерінде.